көру керек еді, көріңдер дейді ғой. Мен ол жерге жазам. Ақыры ұрлағаннан кейін сол батыстан ұрлау керек қой. Жазған нәрсем бәрін сондай планмен жаздым да. Әкеміздің арманы негізінде. Сенімің барда бұл аспан тағы жарығын жабы. Қарға балапанын аппағым деп айтады дейді ғой. Қайсы композитордың дәрежесіне жетсем деп армандаймын деп ауыстырсақ болады ғой. Әрине, еліктегенде қалай, олар сабақ сияқты ғой бізге. Именно осы артистер, композиторлар біздің Қазақстандағы жүрген. Сол бірінші орында біз. Мен негізі жалпы қарсы емеспін әндерін сату деген сияқты жағынан. Бір күндік болмау керек қой шығармашылық жалпы. Ұялмай көрсететін зат болу керек. Саған тартып бір тылсым, болуды мәңгілік қаладым. Біздің әлем тым бөлек, өзіңнен жаныма жолу керек. Болға бірге мың себеп, біздің әлем тым бөлек. Дидар, қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді біздің бағдарламаның басты мақсатын сізге түсіндіре кетейін. Басты мақсаты сіз сияқты жас композиторларды елге таныту, көрсету. Міне осындай композитор керемет осындай дүниелерді шығарады. Халыққа көп көріне бермейсіздер. Бастысы енді әнді әншіге жеткізу ғой сіздердің міндеттеріңіз. Ал ол әнді жарыққа, халыққа көрсету ол әрине әншінің міндеті. Сол үшін де сіз сияқты жас композиторларды халыққа алдымен таныстыру. Міне осы композитор осындай керемет дүниелерді жазды дейтіндей. Сондай мақсатта біз осы бағдарламамызды жасаған болатынбыз. Қош көрдік. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға, елеп енді бастап келе жатқан композитор ретінде және де өзімнің інілеріммен жасаған тобымызды елеп өнерімізді бағалап шақырып отқандарыңызға үлкен рахмет. Мен білуімше, сіз өзіңіз маманданған музыкантсыз, мамандандырылған. Ән жазу үшін, композитор болу үшін музыкалық білім, музыкалық сауаттылық қаншалықты маңызды? Әлде ол талантқа ғана келіп тіреле ме, әлде жаңа музыкалық білімі міндетті түрде болу керек пе сіздің ойыңызша? Негізінде жалпы музыкалық білім барлық кезде керек бола бермейді. Именно композитор ретінде болғаны өте жақсы негізінде. Бірақ кейбір адамдар болады, кейбір композиторлар табиғи сезет осы ән шығару деген нәрселерді. Ол исключение дейді ғой. Мысалы біздің ұлы композиторларымыз бар, Тәттімбет, Құрманғазы, Дәулеткерей деген сияқты аталарымыз, бабаларымыз бар. Ол кісілерде нота болмаған, олар өздерінің сезіміне арқа сүйеп не деген мықты шығармалар шығарған. Бірақ бізде сәл қате ұғым бар да, өздері енді былайша айтқанда қолдарынан көп нәрсе келмейді. Бірақ осы именно музыкалық білім маңызды ма деген кезде бізде Құрманғазыларды айтады. Олар негізінде 1000 жылда бір туылатын композиторларды, олармен өздерін теңестіргендері дұрыс емес деп ойлаймын. Әрине, егер солар сияқты талантты болып тұрса, онда жарасады ол сөздер. Сондықтан 50-де 50 ғой. Кейбіреулерге керек музыкалық білім. Кейбіреулерге музыкалық білімсіз де, мысалы, жасай алатын адамдар бар. Талант, иә. Талант одан кейін еңбек. Көбінесе еңбек, бірінші очередь. Одан кейін талант. Мөлдіреп көзіңнен, мұң барын сезінен, мүмкін қате сезімнен, жүрсің бе үмітсіз, махаббат керексіз.
Бірақ шексіз бол аспандағы жарығын жағып сезім ошағы керек қошағы екі бөлек сезім керек қайта ошамын қайта қошағы жауапсыз сұрақтар тіл қатшы сырақтар кеудемде сыймас сұрақтар сүрінбе құлама бақытымыз алда сенімің барда бұл аспандағы жарығын жағып сезім ошағы керек қошағы екі бөлек сезім керек қайта ошамын қайта қошағы жарығын жағып сезім ошағы керек қошағы екі бөлек сезім керек қайта ошамын қайта Мен көп сұхбаттарда байқаймын, көп композиторлердің пікірінше плагиат деген сөзге әртүрлі ұғымды сәйкестендіріп жатады. Кейбір айтады, ол әнді толықтай ұрламай, тек қана бір-екі иірімдерін ұрлап, жаңа кавер ретінде жазса да, ол да плагиатқа саналып жатады деп өздерін ақтап алып шығады кейбір композиторлар. Кейбір айтады, енді өзімізде 7-ақ нота ғой, енді әрине ол ұқсайды әндер бір-біріне деп көп сондай сылтаулар айтып жатады. Ал сіздің ойыңызша плагиат деген қандай ұғым, оған қандай әндерді біз жатқыза аламыз? Жалпы плагиат деген ол ән уже бір нәрсе басқа алдында шығарылған бір шығармаға ұқсап тұрса, ол жерде уже шығармашылық жоқ, менің ойымша. Оны бүйтіп жазу керек та, жаңағы бірінші шығарған композитордың атының қасына өзіңді қосып қойып, совместный деген сияқты. Сөйтіп жазуға болады деп ойлаймын. Жаңағыдай плагиат жалпы қатты жақтырмаймын өзім. Өзіңіз ұрлап көрген жоқсыз? Мен плагиат жасап көрген жоқпын. Көру керек негізінде. Көру керек еді, көріңдер дейді ғой. Көруге болады. Бірақ мен егер плагиат жасайтын болсам, мен өз жерге жазам,
осындай осыдан шабыт алдым деген сияқты. Плагиат болғанда жалпы әшейін шабыттануға болады ғой негізінде шығармалармен. Бірақ оған ұқсатып емес, өзіңнен басқа дүниеде шығаруға болады. Кімнің әндерін ұрлар едіңіз былайша айтқан кезде? Болашақта жаңа жоспарда бар деп жатсыз ғой. Ақыры ұрлағаннан кейін сол батыстан ұрлау керек қой. Кімдерден мысалы? Ашер, Стиви Уандер бар. Бірақ енді оларды мен өзім қатты тыңдаймын. Кішкентай кезінен әкем бізге үйде 6 баламыз, 6-мызға да тек қана качественный музыка тыңдататын, сапалы, жоғары деңгейдегі музыканттарды, композиторларды тыңдататын әкемізде, шешемізде. Әлі күнге дейін айтады ғой. И кішкентай кезімізден соларды тыңдап өскеннен кейін жалпы үйде бәрі фирменный музыка тыңдайды вообще. Жаңа айттыңыз ғой, ақыры ұрлаған соң батыстан, шетелден ұрлау керек деп. Аға буын өкілдерінің айтуынша, ұрласын, бірақ та керісінше шетелден емес, өзіміздің қазақтан ұрласын, шәмшіден ұрласын деп айтқан болатын. Өйткені өзіміздің қазақшылығымыздан артық кетпейді. Өзіміздің мәдениетімізді, колоритімізді жоғалтып алмайық деп сөйтіп айтқан болатын. Соған пікіріңіз? Бұл жағдайда негізі жалпы ұрлау деген жақсы нәрсе емес. Ол Байғали Секебаев осы жақында бір интервью берген, соны көрген шығарсыз негізінде. Бірақ сол жерде ол кісі айтады да, сен бір шығарма шығарған кезде ол либо революция дейді да, музыка әлемінде, либо жақсы плагиат дейді. Но сонда да енді оған онша мен өзім қолдамаймын жалпы плагиат дегенді. Ол кезде плагиат жасаған адам өзі уже жоқ та, ол жаңағы шығарманың ішінде. Ол басқа бір адамның істеп қойған нәрсесі. Бәрі тыңдаған кезде бірінші сол бастапқы шығарманы ойлайды да. Сол. Білуімше, сіз өзіңіз қазір көптеген енді әндерді шығарып жатырсыз, бірақ та әлі оны ешқандай әншіге бермепсіз. Оны әлі сатпапсыз енді. Бәрі бірде композиторды, ол енді тамақ қой, әр композитордың өзінің жейтін наны, еңбегі бар ол жерге қаншама сіңірген. Енді сіз болашақта егерде алдағы уақытта сататын ойыңыз болып жатса, сіздің сол баға қаншадан басталады, немесе әніңізді қалай сіз соны бағалайсыз, қаншаға бағалар едіңіз? Сол әндерді шығару үшін, халыққа таныту үшін, мұны әншіге берсем екен, осы әнші орындаса екен деген бір ойларыңыз бар шығар. Сол әншілердің қатарында кімдер бар? Кімдерге бергіңіз келіп жүр? Негізінде мен соны ойланбаппын. Қазір өзім әндерді шығарғанмен, әндер әрине көп. Сонымен қатар біздің өзіміздің проектіміз бар, жаңағы туған інілермен бірге жасаған Қаршыға деген. Әннің бәрі тек қана сол проектке шығады. Басқаларға ойланбаппын негізінде. Беру жоспарда жоқ? Вообще жоқ. Ал ол әндерді тек қана сонда сіздердің топтарыңыз арқылы танытасыздар. Ал қазір қанша репертуарларыңызда қанша әндер бар? Авторлық ән ғой барлығы? Бәрі авторлық. 10 ән дайын. Демо-версия дейді ғой, олар өте көп. Қанша жылдан бері жазған шығармалар. Оларды мен шынымды айтсам 2014 жылдан бері жазып келатырмын негізі әндерді. Соның бәрін осы Бағдәулет деген ініміз переходной возраст болды. Ол кезде жасы әлі 11-де. Сол жастан өтіп алсын деп жазған нәрсенің бәрін сондай планмен жаздым да. Ертең осылар өзіміздің проектімен істейміз деп. Өте көп. Бұрыннан бері жоспар болды ғой, топ ашу, ағайын. Топ ашу деген жалпы біз туылғалы әкеміздің арманы негізінде. Әкеміздің мен анамыздың арманы осы бір үйден семейный дейді ғой, жаңағы Jackson 5 деген сияқты, Jonas Brothers деген сияқты. Бір отбасыдан шыққан. Біз туылғалы жоспарланып келатқан проект десе де болады. Сол, и кішкентай кезінде негізімен музыкаға барғалы бері сол концерттерді көрген кезде біз өзіміз ойлайтынымыз, армандайтынымыз, шет елдің концерттерін көреміз. Ашер, Стиви Уандер, Европа деген, в общем, рок группалары, поп, сол, R&B бәрін тыңдап, біз соған қарап армандайтынымыз, ертең біз бәріміз өскен кезде жиналып осындай проект жасаймыз, Қазақстаннан шығамыз өйстіп деп. Өте керемет дүние сияқты, өйткені ол енді әр өнерлі отбасының арманы.
кез келген өнерлі отбасының арманы деп айта аламын. Енді өзіңізбен қатар құрдас композиторларыңыз бар ғой? Солардың арасында кіммен сіздің бағытыңыз ұқсас, форматыңыз ұқсас, кімдерді атар едіңіз? Мен мынаған ұқсас деп айта алмаймын негізінде. Оны ертең халыққа таңып отқан кезде тыңдармандардың өздері айтатын шығар. Мен өзім енді әркімге қарға балапанын аппағым деп айтады дейді ғой, деген сияқты. Енді шығарманың өзі, мысалы композитор үшін ол кішкентай бала сияқты да. Мен үшін де еш нәрсеге ұқсамайтын сияқты да. Енді лично өзімнің ойым. Әрине енді ұқсайды ғой, енді ұқсайды деп біреулерге ұқсайды деп қалар біреу. Енді оны тыңдармандардың өздері айтатын шығар, ертең танымал болып, кішкене бәрі уже әндер тыңдап жүрген кезде. Сіз енді қаншама жыл музыкалық білімге бағыт бұрдыңыз ғой, мектеп кезінде де, қазір де жоғарғы оқу орнын, консерваторияны бітірдіңіз. Енді шетел композиторларын көп тыңдайсыз, классиктерді мүмкін тыңдайсыз. Сіздің ойыңызша, сіздің шығармашылығыңыз шетел композиторымен кімді өзіңіз теңестірер едіңіз? Мен қазақтың осы композиторымын деп кімді айтар едіңіз? Сіздің сұрағыңыз былай кішкене сәл ауыстырсам бола ма? Қайсы композитордың дәрежесіне жетсем деп армандаймын деп ауыстырсақ болады ғой? Екенсіз жас композитор ретінде олай айтсақ болады. Өйтіп біреумен салыстырғым келмейді. Бірақ мен сол Дэвид Фостер деген композитор бар, Стиви Уандер, Ашер, солардың деңгейіне жетсем деген арман бар. Болды. Соларға қарап еліктейсіз ғой сонда? Әрине, еліктегенде қалай? Олар сабақ сияқты ғой бізге материал, музыкальный материал, соларға қарап үйренеміз біз. Солардың концертін көріп, қандай форматта концерт беруге болатынын көреміз, пример да бізге. Енді соларды көп тыңдағандықтан адамның құлағына ол үйреншікті болып қалады ғой. Оның жаңағы өзінің бір фишкалары болсын, жаңа бір ерекшелігі болсын, әр музыкасындағы, әр әуеніндегі. Сіз сол өзіңіздің шығарған әуендеріңізде солардың жаңағы нюанстарын қолданасыз ба? Әлі осы кезге әлі қолданып көрмеппін негізінде. Бірақ енді біреу именно сол жаңа мен айтқан композиторлердің, артистердің шығармаларына ұқсап қалып жатса, мен негізі бір жағынан қуанамын. Өйткені әдейі осыған ұқсасын деп негіз шығармайды ғой ешкім, менің ойымша. Бірақ енді ұқсап жатса көреміз. Сұхбатымызға рахмет. Сізге енді тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Енді ғана бастап алып жатқан соң сын айтылмай мын түзелмейді дейді ғой. Сол себепті де аға буын композиторлардың сынына жүгініп, сол міндеріңізді түзеуге барынша атсалысасыздар деп ойлаймын. Қанаттарыңыз талмасын, тек қана алдыңғы сұхбаттарда көрсеңіз, Бейбіт Оралұлы өте керемет дүние айтты. Халықтың жетегіндегі әндерді емес, халықты жетелейтін әндер шығару керек. Соны мен жас композиторларға насихаттаймын деп айтты. Сол сөзін сізге насихат ретінде мен де айтқым келеді. Сол үшін де халықты жетелейтін әндеріңіз көп болсын. Рахмет. Мен де қосып кетсем болады ма? Жалпы енді ертең осы бағдарламаны біздің Қазақстанның әртістері, жұлдыздары көреді деген ойдамын негізінде. И қосып кеткім келеді. Именно осы әртістер, композиторлар біздің Қазақстандағы жүрген, біздің мәдениетті көтеретін адамдарда именно жауапкершілік бізде. Сондықтан жалпы барлық композитор, артистерге, жұлдыздарға айтқым келетіні, біздің қолымызда осы қазақты шетелге өзіміздің мәдениетіміз арқылы жақсы жағынан көрсету. Бірінші орында біз халықты тәрбиелейтін, мәдениетті көтеретін, сондықтан бәріне айтқым келетіні, шын жүректен шығармамен айналысса, тек қана қаражат жағын ойлана бермей. Бізде өте көп композиторлар, мен негізі жалпы қарсы емеспін әндерін сату деген сияқты жағынан. Бірақ ертең бұл тарихта қалатын заттар болса, өте керемет болатын еді. Бір күндік болмау керек қой шығармашылық, жалпы. Ертең бұл із деген сияқты, біз қазір жаспыз мысалы. Ертең 20-30 кете береді, 100 жылдан кейін егер кішкене бізден кейін келатқан ұрпақ үйреніп жатса бізден, ол өте керемет болады. Кейбір әндермен мысалы шығармашылық деген менің ойымша шетелге барған кезде ұялмай көрсететін
зат болу керек болды. Құдай қаласа жақсы туындылармен қуантамыз деген ойдамыз. Күтеміз. Қуана. Рахмет. Рахмет. Ағыстан қолыңды бер жаным, қалыспа. Кетсең менен алысқа, барамыз деп сені мен ғарышқа. Біздің әлем тым бөлек, өзіңнен жаныма жолу керек. Болға бірге мың себеп. Сөнген қаланың арасынан денеңді табамын. Саған тартып бір тылсым, болуды мәңгілік қаладым. Біздің әлем тым бөлек, өзіңнен жаныма жолу керек. Болға бірге мың себеп. Біздің әлем тым бөлек, мен жаныма жолу керек. Болуға бірге